Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Оқуға құштар ұлт, оқуға құштар академия жобасы аясында академиямыздың қызметкерлері арасында ұйымдастырылып отырған оқу челленджін біз кітапхана қызметкерлері Хакім Абайдың Алланың өзі де рас, сөзі де рас өлеңінен бастаймыз. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Аманту оқымаған кісі бар ма? Уақту бихи дегенмен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер. Жарлық берді ол сіздерге сөзді қарға. Замана, шаруа, мінез күнде өзгерді. Оларға кез-кезімен нәби келді. Қағида шариғаты өзгерсе де, тағриф Алла еш жерде өзгермеді. Күллі мақлық өзгерер, Алла өзгермес. Ахлі кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті. Осы үш сүю болады имани гүл, иманның аслы үш деп сен тахик біл. Ойландағы үшеуін таратып бақ, басты байла жолына малың түгіл. Дінде осы шын ойласан, тағат та осы. Екі дүние бұл тастиқ, хақтың досы. Осыларды бұзатын және үш іс бар. Пайда, мақтан, әуес қой, онан шошы. Руза, намаз, зекет, хаж, талассыз іс. Жақсы болсан, жақсы тұт, бәрін тегіс. Бастапқы үшін бекітпей, соңғы төртті. Қылған менен татымды бермес жеміс. Баш жоғары жаралған, мойын төмен. Қарашы, дене біткен ретімен. Істің басы ретін танымақтық, иман білмес тағатты қабыл демен. Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған, хусни зән мен иманды білді ойлаған. Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай, сыртын қанша жусады, іш оңбаған. Алла мінсіз әуелден пайғамбар хақ, мүмин болсан үйреніп сенді ұқсап бақ. Құран рас, Алланың сөзідір ол, тәуелін білерлік ғылымын шақ. Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз. Пайда, мақтан, әуес қой, шайтан ісі, кәні біздің нәпсіні тиғанымыз. Мүмін болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол. Шын иланда таза ойла бір иманды, мұнафиқ намаз қылмап ба, мағлым бойыл. Алла шыңды айтқызбай біледі ойла, пендесіне қастықпен кінә қойма. Распенен таласпа мүмін болсаң, ойла айттым адамдық, атын жойма. Оқу челленджін академиямыздың экономикалық жоспарлау секторына жолдаймыз.